Сәлеметсіздер ме достар? Қара қарақат аскорбин қышқылының құрамы бойынша жидек дақылдарының арасында көшбасшы болып табылады. Жидекте ерекше қышқыл дәмі мен ерекше қос иісі үшін көпшілік жақсы көреді. Қара қарақаттың пайдалы қасиеттері және қолдануға қарсы көрсеткіштері өзара байланысты. Құрамындағы элементтер адам ағзасына белсенді әсер береді. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Қарақат, яғни смородина, қара және қызыл болып екіге бөлінеді. Екеуінің де тағамдық жемісті қасиетімен қоса дәрілік ерекшелігі бар. Ол зәр жолдарында тас пайда болғанда және қуық қабынғанда дәрі болады. Қарақаттың жаңа сығылған шырынын ұмытшақты бастыратын, қан қысымын реттейтін, жүрек қан тамырларының жүрек құлақшасы мен жүйкесіне әсер ететін дәрі ретінде тиімді қолданады. Қарақаттың биіктігі 1,5 метрге дейін жетеді. Бір түптен бірнеше сабақ шығарып, жапырақтары жазылған алақан тәрізді жиектері шағын ара түсті болып келеді. Қарақаттан дәрі жасау үшін жемісін, жапырағын, жас бұтақтарын қолданады. Оның құрамында С, пи дәрумені, қант, фосфор қышқылы, каротин, эфир майлары, калий, фосфор тұздары, темір бар. Халық медицинасында қарақатты ежелден тер шығаратын, зәрді айдап, ісікті қайтаратын, іштің өтуін тоқтататын дәрі ретінде қолданып келеді. Атап айтарлықтай нәтижеге қол жеткізген. Жапырақтарымен ревматизмді, лимфа бездерінің туберкулезінде емдеген. Қарақаттың жаңа сығылған шырынымен адам ағзасындағы зат алмасуды реттеу үшін күн сайын бір стақан 2-3-ке бөліп ішіп отырса, пайдалы екенін уақыттың өзі көрсеткен. Қызыл қарақат және қара қарақаттан жасалған қоймалжың тұнбамен асқазан ішек жолдарының, асқазан сөлінің кеміп кетуін күн сайын 200-300 грамм таза шырымен емдейді. Сонымен қоса, суықтан тұмау тиіп, тыныс жолдарының жұмыс қабілетін төмендеп кеткен жағдайда 2 ас қасық қарақат жемісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, тағы да 10 минут ақырын қайнатады. Жарты сағат бұқтырады. Осыны астан 15-20 минут бұрын 2 ас қасықтан ішеді. Күніне 3 рет емделу барысы 15 күн. Жапырақтары мен жас бұтақтары өт жолдарының тасын түсіретін шөптерге қосылады. Бұл жемістің ешқандай оты болмағандықтан қалағанша жеуге болады. Бүйрек ауруын зәр жүрмей қалған кезде 1 ас қасық қарақат жапырағын 300 грамм қайнап тұрған суға салып, оны 30 минут бұқтырады. Осыдан ас алдында жарты сағат бұрын ішеді. Құлақтан ірің аққан кезде 2 ас қасық кептірілген жапырақты 500 грамм қайнап тұрған суға салып, 30 минут бұқтырады. Осыны жарты стақанынан 4 мезгіл қабылдайды. Неліктен қара қарақат әйел ағзасына пайдалы? Жалпы қасиеттерден басқа жидектер оларды үнемі тұтынған жағдайда жоғары мамандандырылған әсерге ие. Олардың бірін әйелдерде етеккір алдындағы синдромның көрінісін азайтудың сапасы деп атауға болады. Бұл эфир майларының ерекше әсеріне байланысты. Сонымен қатар, жеміс мигрен түрінде бас ауруын азайтады. Бұл әйелдер популяциясы да әсер береді. Бірнеше жидек сіздің көңіл күйіңізге жақсарта алады. Әйелдер үшін керемет бонус. Бұл қарақат терінің, шаштың, тырнақтың күйіне әсер беруі. Бұл қасиет Б тобындағы дәруменнің құрамындағымен оңай түсіндіріледі. Қара қарақаттың ерлерге арналған пайдалы қасиеттері. Қара қарақат құрамында май қышқылдарына бай ұсақ тұқымдар бар. Бұл элементтер ерлердің потенциалына оң әсер береді. Сонымен қатар диуретикалық әсері бар. Несеп жыныс жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Жүктілік кезінде қара қарақат денеге өте жақсы әсер береді, бірақ кейде диаметрикалық қарсы нәтиже шығарылады. Бұл стресс және жеңіл босануға көмектеседі. Денені барлық қажет заттармен, дәрумендер мен минералдарға байтады, иммундық жүйені байтады.
қысымды қалыпқа келтіреді, ісікті жояды, анемиядан қорғайды. Қара қарақатты тамақтану кезінде мұқият болу керек. Өз дәрігеріңізбен кеңескен жөн. Видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ем болсын, достар.